Бүгінде әлем 4-ші өнеркәсіптік революция дәуіріне технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Жаһандық өзгерістер мен сын-қатерлерге дайын болу қажеттігін ескеріп, Қазақстан 2050 даму стратегиясы қабылданды. Алдымызға озық дамыған 30 елдің қатарына кіру мақсатын қойдық. Жаһандық трендтер көрсетіп отырғандай, ол бірінші кезекте 4-ші өнеркәсіптік революция элементтерін кеңінен енгізуге негізделуі тиіс. Мұның өзіндік сын-қатерлері де, мүмкіндіктері де бар. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері атты Қазақстан халқына жолдауының 3-ші бағыты ақылды технологиялар агроөнеркәсіп кешенін қарқынды дамыту мүмкіндігі деп аталады. Аграрлық саясат еңбек өнімділігін түбегейлі арттыруға және өңделген өнімнің экспортын ұлғайтуға бағытталуы керек. Тек қана егін егіп, дәнді дақылдарды өсіру бүгінде жеткіліксіз. Аграрлық ғылымды дамыту мәселесі басты назарда болуы тиіс. Ол ең алдымен жаңа технологияларды трансферттеумен және оларды отандық жағдайға бейімдеумен айналысуы қажет. Мысалы, егін егу мен астық жинаудың оңтайлы уақытын болжамдаудың, ақылды суарудың, минералды тыңайтқыш себудің, зиянкестермен және арамшөптермен күресудің интеллектуалды жүйелері арқылы өнімділікті бірнеше есе арттыруға болады. Жүргізушісі жоқ техника адами факторды азайтып, егіншіліктің өзіндік құнын айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді. 5 жыл ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі еңбек өнімділігін және өңделген ауыл шаруашылығы өнімінің экспортын тиісінше кем дегенде 2,5 есеге арттыру міндеті тұр. Осы тапсырмаларды орындау мақсатында Ақмола облысында орналасқан Александр Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы өсімдік өсіруде дәлдік қағидасын кешенді түрде қолданып жатыр. Биыл мұнда пилоттық жоба жүзеге асуда. Мақсаты шаруашылықтарға үлгі болып, тәжірибесімен бөлісу. Александр Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығында 13 зертхана, бөлімдер, орталықтар және 5 мамандандырылған дербес зертхана жұмыс істейді. Ғылыми өндірістік орталық биыл 3000 гектарға түрлі дақылдарды егіп, оны күтіп баптауда, нақты егіншіліктің барлық талаптарын сақтауда. Бүгінде орталық мамандары солтүстік Қазақстан бойынша нақты егіншілікті жүзеге асыру бойынша ұсынымдар әзірлеген. Ол дрон алқаптың түсірілімін жасауға аттанды. Ол 40 минут ішінде бағдарлама арқылы берілген аумақты ұшып өтіп, мәлімет жинайды. На наших аппаратах установлены мультиспектральные камеры, которые производят съемку в нескольких спектрах. После этого мы собираем эту информацию и отдаем нашим картографам. Картограф проводит обработку и строит карты индексов, а также различные карты высот, карты водотоков можно построить, ну и различные примочки, которые нужны агроному. Точность зависит от высоты полета, то есть чем ниже мы летаем, тем выше точность. Допустим, здесь мы делаем аэрофотосъемку с точностью до 20 сантиметров на пиксель. То есть пиксель получается размером 20 на 20 сантиметров или менее. Примерная высота это до 300 метров получается. Ақпараттың барлығы басқару орталығына жіберіледі. Орталықтың міндеті мағлұматтарды өңдеп қажетті ұсыныстар әзірлеу. Мұнда алқаптардың барлығы бақылауда. Оцифровали поля, занесли технику с GPS-ами, с датчиками уровня топлива. И непосредственно с этого кабинета следим за техникой, что она делает, где находится в данный момент. Также смотрим за вегетацией растения благодаря спутниковым снимкам по индексу NDVI, то есть мы видим прирост биомассы на полях. Занесены также агрохимические обследования по азоту, по фосфору, по полям для дальнейшего дифференцированного внесения удобрений и средств защиты растений. Также ведется полный производственный процесс, то есть включая работников,
кто делал, когда что делал, мы все это можем поднять и ведем. Также есть анализ прошлых лет, то есть мы в этом году начали работать, то есть уже следующие и последующие годы мы уже можем делать какие-то выводы по прошлым сезонам, где проиграли, где выиграли. Алынған мәліметтердің негізінде қай жерге қанша тыңайтқыш, зиянкестерге қарсы химиялық заттар себу керектігі анықталады. Тыңайтқыштар, химиялық заттар қажетті жеріне ғана себіледі. Бүгінде зиянкестерді анықтап, сол орынға ғана сұйықтық шашатын техникаларда баршылық. Дәлдік әдіс деген осы. Жұмыстардың алғашқы нәтижелері де бар. Нақты егіншілік элементтерін енгізу фермерлерге өндіріс тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Мұндай элементтерге алқаптардың электрондық карталары, нақты метеодеректер, сенсорлар мен датчиктер, ғарыштық мониторинг пен басқа да шешімдер жатады. Жалпы өнімділікті арттыруға агрохимияны, тұқым шаруашылығын, аграрлық ғылымды жақсарту, технологиялық операцияларды уақытылы іске асыру мен сапалы датчиктерді пайдалану және табиғи факторларды есепке алу есебінен қол жеткізуге болады. Бұл шығындарды кемінде 20-30%-ға төмендетуге мүмкіндік береді. Технологияның артықшылығы жерді өңдеу, тыңайтқышты дәл себу сияқты істі ғылыми негізде жүргізуге мүмкіндік береді. Бір ғана гербицидте біз енді өзіміз жылда 100 миллион асатын тыңайтқыш аламыз. Ал енді осы технологияның арқасында, дифференциалды берудің арқасында біз баяғы беріп атқан 100 миллионның емес, оның 40-50%-ға дейін азайтып, жартысын азайтып, біз кішкене шығынды азайтып жатырмыз. Ал енді тыңайтқыштан да бір 15-20%-ға арзандап тұр. 3000 гектар аумақты алып жатқан алқаптағы жобаның нәтижесі орақ науқаны аяқталғанда шығарылады. Алайда қазір ғалымдар мен диқандар мол өнім алу үшін ғылымның мүмкіндіктерін барынша қолданып, өңдеу жұмыстарын жүргізуде. Жоғарыда айтылғандай нәтижелер жоқ емес. Сондықтан Александр Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығындағы жобаның көпке үлгі болары сөзсіз. Нақты егіншіліктің элементтерінің бірі егіс алқабына қашықтықтан мониторинг жасау. Біз қазір осы әдісті тәжірибе жүзінде жүзеге асырып жатырмыз. Сонымен бірге тыңайтқыштарды саралап енгізуге арналған агрохимиялық электронды карта құрылды. Ол химиялық қоспаларды егістіктің қажет жеріне, қажет уақытта сеуіп отыруға, ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік береді. Аталмыш жұмыстарды қазір мамандар АНТ бағдарламасы арқылы жасап жатыр. Біздегі негізгі мақсат барлық процесті цифрландыру. Біз оған біртіндеп келіп жатырмыз. Сондықтан қызметкерлердің біліктілігін арттырып, жаңа технологиялармен таныстырып отыру өте маңызды. Орталықтың базасында қазір өзіміздің агрономдарымызды оқытып жатырмыз. Болашақ мамандарды осында тарту бойынша да шаралар атқарылуда. Ғылыми өндірістік орталық дақылдардың жаңа сұрыптарын шығарумен де айналысады. Жергілікті табиғатқа бейімделген, сапасы және өнімділігі жоғары дақылдар шығару басты міндет. Бүгінде ғалымдар бұл үдеден шығып отыр. Бидайдың целинная нива, шортанды 2012, тәуелсіздік 20, шортанды 2014, шортанды 2007, асыл сапа, шортанды 2015, корона, дамсинская янтарная деген сұрыптары пайда болды. Қазіргі таңда қазақстандық дақылдар 6 миллион гектарға егілсе, оның 4,8 миллион гектары Александр Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының селекция сұрыптарына тиесілі. В процессе создания новых сортов и технологий необходимо обязательно контролировать качество сельскохозяйственной продукции, потому что мы производим продукцию не ради количества, а именно ради качества. То, чем гордится наша страна, это наше высококачественное зерно пшеницы. Казахстанский бренд – это яровая мягкая пшеница, которая выращивается в северных районах Казахстана. Именно в резкоконтинентальных условиях формируется высокое качество зерна, уникальное качество. То есть наша пшеница имеет способность улучшать низкокачественную пшеницу, слабую пшеницу при добавлении в смеси. Это наши сорта, которые занимают большие площади, около 4,5 миллионов гектар занимают сорта пшеницы на севере Казахстана, именно сорта нашего центра. Это вот сорта Акмала-2, Шартандинская 95 улучшенная и Астана. Вот эти основные наши три сорта, которые занимают максимальные площади.
Наша лаборатория, она занимается агрохимическим обследованием. Также мы занимаемся обслуживанием лаборатории земледельческого профиля. В нашем институте есть лаборатория обработки почвы, лаборатория агрохимии, удобрений, агроландшафтных технологий. Задача нашей лаборатории заключается в том, чтобы проводить агрохимическое обследование как на местных стационарах, так и мы оказываем услуги фермерским хозяйствам. Для чего это нужно? Дело в том, чтобы для того, чтобы внести удобрение, нужно знать исходное содержание азота, фосфора, калия в почве. Для этого нам привозят образцы почв, мы делаем химический анализ. На основании этих данных идет расчет удобрений, то есть вносятся там амфосные удобрения, аммиачные селитры, в зависимости от того, чего не хватает в почве. Мы оказываем услуги фермерским хозяйствам. Сейчас это очень востребовано, потому что фермеры сейчас покупают брошенные участки земли, они хотят получать высокую урожайность, для этого им нужно вносить те же минеральные удобрения, то есть им нужен расчет.